Бұл жолмен Қытайдан Иранға тек жібек, Үндістаннан Европаға меруерт, маржан, асыл тастар, Ібір-Сібір мен Орыс жерінен құндыз, түлкі, бұлғын, ақтиін терілері ғана жеткізіліп қоймаған. Бұл асыл заттармен қатар Машриқтан Магрибқа олардан да асыл арабтардың алгебрасы, Фирдаусидің шахнамасы 9 ғасырда отырарда туған ұлы ғалым Аристотель логикасының комментариясын жазған Абу Насыр Әл-Фарабидің еңбектері, 10 ғасырда Бұхарда өмір сүрген дүние жүзінің мақтаншы атақты Кітап Әл-Канун Фиттибатты жазған Әл-Берунидің, шығыстың ұлы ғалымдары Ар-Рази Әли ибн Аббастың дәрігерлік ғылымдарын жалғастырған атақты Ибн Синаның дәрігерлік канондары осы жібек жолы арқылы батысқа келген. Ал ол жақтан шығысқа Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Птоломейлердің пәлсапалық және ғылыми трактаттары, Архимедтің, Эвклидтің геометриялары жеткен. Адам баласының мәдени, рухани дамуларындағы жағрафиялық қатынастардың қасиеттері міне осындай. Ал осы көне жібек жолы Шыңғысхан шабуылынан кейін де адам баласының өркендеуіне үлес қоса берген. 17 жыл Құбылай ханның ордасында қызмет істеген Венеция купесі Марко Поло осы жібек жолымен жүріп, шығыс елдеріне жеткен. Марко Полоның кітабы бойынша қой, яғни 1247 жылы Санудо жасаған дүниежүзілік картаға Грузия, Дербент, Қытай түсірілген. Ал Барыс, яғни 1254 жылы Медичи жасаған картада Суматра, Бенгалия бар. Марко Полодан 200 жылдан кейін өмір сүрген Христофор Колумб Американы ашатын сапарында Испаниядан шығып, Үндістанды іздеп бара жатқанында осы Марко Полоның кітабын жол нұсқағышы еткен. Осы кітап Азияның теңізбен бітетінін, Испаниядан шыққан кеме теңіз қуалай жүре берсе Үндістанға жететінін айтып берген. Сол кітапты латын тіліне Пипино аударған. Кітап Христофор Колумбының өз қолымен қойған 70 белгісіменен осы күнге дейін Испаниядағы Севилья қаласындағы Колумбаның өз атындағы музейінде сақтаулы. Колумбаға сүйеніш болған бұл карталардың дүние жүзіне келуіне Марко Поло себеп болса, ал оның кітабын тудырған Марко Полоның жібек жолымен шығысқа аттанған саяхаты еді. Қытайда Құбылай, Иранда Құлағу, сарайда батып отырған кез жібек жолының көркейген кезеңдері еді. Өйткені шығыс пен батыстың қарым-қатынасының күшейгені осы кез. Ал жылан, яғни 1353 жылы күшейіп қалған Осман патшасының ұрпақтары билеп тұрған Түркия Дарденнел билігін өз қолына алды. Осымен байланысты шығыс елдерінің заттары Қара теңізден әрі өте алмай қалды. Бұнымен қатар Жерорта теңізі арқылы жүріп тұрған Алтын Орданың Мысыр мамлюктерімен қарым-қатынасы мүлдем үзілді. Ал ит, яғни 1394 жылы Ақсақ Темір Алтын Орда ханы Тоқтамысты жеңіп, Хаджы Тарханмен сарай беркені күйретті. Ақсақ Темір құр ғана Алтын Орда астанасын күйреткен жоқ. Бұрынғы көне жібек жолын бір жолата жойды. Енді батыс мемлекеттеріне шығыс елдерінің заттарының баратын жолы мүлдем құрыды. Сонда барып Испания, Португалия тәрізді сол тұстағы теңіз мемлекеттері Азияның үнді секілді бай елдеріне теңізбен баратын жол іздеді. Ол жолды тапты. Бұл жағрафиялық үлкен табыс адамзаттың ғылыми, мәдени жаңа цивилизациясының жаңа дәуірін ашты. Бірақ бұл керемет кезең біз жазып отырған уақыттан 200 жылға таман кейін келді. Осы көне жібек жолымен шығыс пен батыс арасына керуен тартқан саудагерлер шылғи байыған. Ал олардың байығаны Алтын Орданың байығаны еді. Әсіресе Өзбек хан мұсылман саудагерлерінің күшейгенін көксеген. Оның бұл тілегінде тек саудагерлерден түсетін алым салық қана емес, өз ордасы
мұсылман ордасы болғандықтан бұл мәселеде мемлекеттік саясат та өз басының қамы да бар еді. Мұсылман саудагерлері кей жағдайда өзбек ханға ел билеп отырған әмірлерінен де жақын тұратын. Өйткені бұл тұста Өзбекиян деп атала бастаған өзбек хан әскерін, өзбек ордасы адамдарын қару-жарақпен, киім-кешек, ат-көлікпен қамтамасыз ететін де осы мұсылман саудагерлері болатын. Салынып жатқан жаңа қалаларды да керек құрылыс заттарымен тұрған жұртты дүние мүлікпен, тіпті хан сарайларын фарсы кілемдеріменен, арабы алтын, күміс қолөнер заттарымен, Қытай үнді шайы, жібек төсек орындарымен де безендіретін осы тағы осылар. Қазір осындай мұсылманның екі саудагері ағайынды Сауд пен Дәуіт өзбек ханның өтініші бойынша оның кей жазда шығатын жайлауы осы Қырымда мешіт пен хан сарайын тұрғыздырып, солардың ішін дүние мүлікпен сәндендіріп жатқан. Өзбек Қырымға сол екі саудагердің өтініші бойынша хан сарайы мен мешітті көруге келген. Таң құланиектеніп қалған екен. Өзбек түс жоруын таба алмады. Ол кенет көптен бері ойлап жүрген ісін аяқтауға бел буды. Жылқы жылы Иранның солтүстік жағын тонап қайтқаннан кейін Алтын Ордаға әбден өшіккен Чопанбек осыдан 12 жыл бұрын Тышқан, яғни 1324 жылы қалың қолменен Дербенттен өтіп келіп, Алтын Ордаға жататын Теріскей Кавказды шапқан. Бұ да Арран мен Ширванды күйреткен өзбек хан тәрізді, Терек өзенінің бергі жағасынан бастап Лезгин, Черкес, Қарашай, Осетин, Шешен, Алан жұрттарын қырған. Мал мүліктерін тонап, кейін шегінген. Содан бері 12 жыл өтіпті. Өзбек сол жылақ Иранға аттануды ойлаған. Бірақ Мәуранның ақыр жерінен басталған Ақберен деген Қыпшақ батырының бүліншілігі Хорезмге қарай ойысып, Алтын Орда ханы сол дүрбелеңді басамын деп жүріп, 1-2 жылын өткіздіріп алған. Оның бер жағында орыс князьдерімен қырғи қабақты жағдайлар туып қалып, соны реттеуге тағы біраз уақыт кетіп, Иранға деген жорығын кейінге қалдырған. Содан бері 12 жыл болыпты. Шіркін, өтіп бара жатқан өмір өзбек ауыр күрсінді. Егер Иранды барып шаппаса, өмірден өзін бос өтетіндей көріп, өзбек осы бүгінгі түсінен кейін қайткенменен де Иранға тағы бір аттануға бел буды. Әрине, Ираннан Алтын Орда қазір күшті, бірақ оған тек әскерінің көптігіне сеніп жорыққа шыға алмайсың. Жеңемін десең, қамсыз дайындалу қажет. Осындай ойға бел буған өзбек енді бүгіннен бастап сол аттанысқа дайындалуға кіріспек болып бекінді. Енді дәрет алуға сыртқа шықты. Таң құланиектеніп атып келе жатыр. Аспанда жұлдыздар да сирек. Дүниені өгейсінген жетім қыздай сенуге айналған Бикеш пен Таразда ағара бастаған аспан төсінде көмескілене қалған. Қалың көрпе түннің іргесін сөгіп, күншығыстан көкжиекті сарғайтып келе жатқан күн нұрының мысы жеңіп, ай сәулесі таусыла түскен. Табиғат тылсым алғандай, әлі де әлем біткен жым-жырт. Тек қырқа басынан топ боз торғайдың сайрағаны естіледі. Бір сәт таңғы салқын жел тұрды. Өзбек ханның денесі кенет тоңазып кетті. Ол құндыз жағалы мауыты шапанымен сәл қымтанып жан-жағына қарады. Бұл тұрған жері біздің тұсымызда ескі Қырым деп аталатын Қара теңізге таяу ойлы, қырлы қырқа белестің ортасындағы жалпақ дөңестің үсті еді. Егер күнгейіндегі Қарадаққа, шығысындағы Каффаға осы ескі Қырымнан сызықтар жүргізілсе, сол сызықтардан пайда болған 3 бұрыштың бір бұрышындағы нүкте осы өзбек хан тұрған биіктеу адыр дер едік. Осы адырдың осынау етек тұсында салынып бітуге айналған мешіт көзге түседі. Бұл арадан Қара теңіз көзге көрінбейді.
Теңіз бен Адыр арасында бірнеше кішігірім тау белестері бар. Бірақ теңіздің таңғы дымқыл иісі кәдімгідей сезіліп тұр. Және оның асау толқындары, жаржағаны ұрған гүрілдері де таңғы тыныштықта ап-айқын естіледі. Өзбек хан Қырымға осыдан бір 7 бұрын келген. Ол кеше ордасына Сарай Беркеге қайтуға тиіс еді. Бірақ осы қара теңіз арқылы жер орталық теңізге өтетін хан балықтан шыққан жібек тиеген Дәуіт пен сауыт саудагерлері жүргізген бірнеше керуен бүгін ертең Қырымға жетуі керек еді. Хан саудагерлер дүниесін өз көзіменен көрмек болды. Бұл көштердің Хорезмнен өткенін Құтлық Темір осыдан 3 ай бұрын хабарлаған. Қырымға өзбек тек салынып жатқан мешіт пен хан сарайын көруге ғана келмеген. Осы жібек тиеген керуендер арқылы батыс Жағрауфа елдерімен, әсіресе Бейбарыс Египетіменен байланысуды ойлаған. Алтын Орданың сауда-саттық жұмысын кеңейте түсуді көксеген. Бұл тұста Шыңғыс ұрпағынан шыққан жалғыз өзбек қана емес, Орта Азия, Иран, Қытай ұлы хандары да сауда-саттық жұмыстарына көңілдерін қатты бөле бастаған. Ал Алтын Орда ханының Жағрауфа елдерімен, әсіресе Египет мемлекетіменен сауда-саттығын күшейтуде. Бұдан да әрі бір жағы ислам дінінің өркендеуімен байланысты Дәшті Қыпшақ ордасын ұлы мемлекетке айналдыруды арман еткен бөтен де сырлары бар еді. Сол себептен де керуендерді күтіп қалған. Алтын Орданың өзге хандарындай емес, Дәшті Қыпшақтың ұлы мемлекетке айналуы үшін дүниежүзілік теңіз жолдарына шықпай ештеңе болмайтынын өзбек жақсы түсінген. Сондықтан да ол өзге мемлекеттермен емес, тек Иранмен ғана соғысуды ойлаған. Фарси елінен осы жібек жолының әр қарай жалғасы саналған теңіз жағаларын тартып алмақ болған. Сөйтіп кеме тоқтайтын Иран шаһарлары арқылы Шыңғыс дүние мүлкін тікелей батыс Жағрауфаға жеткізуді көксеген. Содан кейін Бейбарыс Египетіменен байланысын күшейтіп, екі ұлы мұсылман мемлекеті бірігіп дүние жүзіне үстемдіктерін жүргізуді көздеген. Әрине тарихында теңізбенен шаруасы болмаған көшпелі ел ханына мұндай арман аспандағы жұлдызды алумен бірдей еді. Бірақ көңіл жүйрік пе, көктенен жүйрік пе дегендей ойлағанын сан рет іске асырған ханға бұл қиял да жеңіл көрінді. Өзбек және бір қағиданы жақсы ұқты. Ата-бабаларындай батысты шауып, сол арқылы ордасын күшейтудің енді қисынсыз дүние екеніне көз жеткен. Сол себептен де жаңа саясаты бағытына керек. Сонау хан балықтан келе жатқан керуендерді күтіп алған. Ханның Қырымда аялдауына тағы бір себеп бар еді. Өзбек Алтын Орда тағына отырған кезде бұл Дәшті Қыпшақтың 10-8 бөлігі мұсылман ел еді. Өзі бөтен дінде бола тұрып, мұсылман дініндегі жұртты басқарудың қиын екенін де ол түсінетін. Жасынан халық арасында жүргендіктен оған бұл жағдай көптен мәлім еді. Ел басқару үшін оның дінінде басқара білу керек. Сол үшін ол ата-бабалары ұстап келе жатқан дінге немқұрайлы қарау жолынан мүлдем бас тартқан. Өзі бір жолата мұсылман болған. Үлкен балалары Тыныбек пен Жәнібектен бастап Бердібек сынды немерелеріне дейін мұсылман діні рухында тәрбиелеген. Соларға арнап медресе ашып, арабша оқытқан. Бәріне бірдей Құран сүрелерін жаттатып, өздерін тегіс сүндеттендірген. 15-ке толғандарына 5 мәртебе намазы мен ораза ұстау міндеттеген. Орда маңайындағы бекзадалардан да нөкерлерінен де осыны талап еткен. Қарамағындағы жұрттарына да мұсылман дініне кіруді бұйырған. Кімде-кім Мұхаммед пайғамбардың ережелерін бұзса, ондай адамды күнәһар деп өзінің жеке басының жауы санаған. Сол үшін де мұсылман дінінің айқайшылары, жоқтаушылары, имам, муфти, қари, муриттер, мұсылман саудагерлері өзбекті орасан дәріптеген, дәрежесінің жоғарылай беруін тілеген.
Осындай қошеметтердің арқасында ол бүкіл Алтын Орда еліне Мұхаммед пайғамбардың адал үмбеті саналып, қадірі аса түскен. Ал ислам дінінің Алтын Ордада өркеюі дәшті Қыпшақтағы моңғол бекзадаларының үстемдігінің әдет ғұрпының кеңей түсуінің бір жолы еді. Сонымен қатар көшпелі елдер өмірінде дін мәселесі ежелден екінші сатыда тұрғандықтан моңғолдардың мемлекеттік және дәстүрлік заңдарының әлсіреуі ислам дінінің жеңісі болып саналды. Сондықтан да ислам діні Алтын Орданың бас күшінің біріне айналды. Дінмен бірге дәшті Қыпшақ еліне осы дінді мықтап ұстаған араб, фарсы елдерінің ғұрпы, мәдениеті келді. Бұдан 1000 жыл бұрын Қыпшақ қауымының ата-бабалары жайлаған жазира даласына, ұшы-қиыры жоқ байтақ өлкесіне, масағаттардың әшекейлі қол өнеріне, көне Қыпшақтың тас мүсін, обатас, бал балаларына, қошқар мүйіз, ортеке өрнектеріне ислам діні әкелген Құраны, сәлдесі, тәспісімен бірге араб, фарсы халықтарының шытырман әшекейлі кілемі, асыл қару-жарағы, дүние мүліктеріне қосыла 1001 түн, 4 дәруіш, зар құм, сал тәрізді қисса ертегі аңызы жетті. Бұл кітаптардың көбі діни тұрғыдан жазылғанмен, жауынгершілікпен мал бағуды ғана білген Қыпшақтың мылқау даласына келген жаңа өзгеріс, жаңа құбылыс еді. Бірақ дәшті Қыпшақ жұрты енді некесін қимай әйел алмайтын болды. Бала біткен сүндетке отырғызылатын салт қалыптасты. Ислам діні дәшті Қыпшаққа өзінің медресе, мешітіменен бірге Алтын Орданың жаңа қалаларына күмбезді, минаретті жаңа бейнелерінде ала келді. Ал ислам дінінің дәшті Қыпшаққа ең күшті шабуылы да және ең мықты жеңісі де осы өзбек хан тұсында болды. Сол себептен Алтын Орданың шын мағынасында мұсылман мемлекеті саналуы да осы өзбек ханнан басталды. Сондықтан да ол өзін мұсылман ханы санаған, өзін мұсылман елдерінің басына көтерген діни жалауы көрген. Ал кімде-кім осы өзі таңдаған дін жолын бұзса, оған аянбай жаза қолданған. Өзбек ханды Қырымда ұстап қалған тағы бір себеп осындай ислам шариғатын бұзған бір жас адамның кінәсін қарау еді. Мұхаммед пайғамбардың 4 шарының бірі Оспан халиф жазған Құран түсінігінде ел билеуші адам қандай мықты болмасын, өзі Құран ережелерін бұлжытпай орындауды білмесе, ондай ел билеуші қарамағындағы елдеріне Құран ережелерін орындата алмайды деген. Ал өзбек хан Құран ережелерін бұлжытпай орындаған. Соның бірі Мұхаммед пайғамбар дінінің рұқсатымен некелі 4 қатынды алған. Сол діни ережеге сәйкес гарем салдырған. Оған некелі әйелдерінен бөтен аманат құма жұбайларын да ұстаған. 5 мәртебе намазын бұзып көрмеген. Намаз кез келгенде тіпті жүргізіп жатқан ұрыстарын да тоқтатқан. Наурыз туа бар мұсылмандарша 1 ай оразасын ұстаған. Өзі діншіл өзбек хан өзгелерден де дін шарттарын бұлжытпай орындауды әрдайым талап еткен. Осындай діни талапты бұзған 2 жас діншіл ханның Қырымға келуіне тап болған. Қазір екеуі де зынданда жатқан. Бүгін солардың кінәсі анықталып үкім айтылмақ. Әрине, үкімді Алтын Орда ханы өзбек емес, шариғат қорғаны имам айтады. Тек Алтын Орда ханы сол үкімді дұрыс деп мақұлдауы керек. Дүниеде орындалса, махаббаттан асқан қуаныш, орындалмаса одан өткен қайғы жоқ. Тоқбұқаның ортаншы баласы Жәдігер сұлтан Ажарды тоқалдыққа алар кезінде өзі қатты науқас болып, орын бар алмаған. Ал Ажар 15-ке жаңа шыққан бой жете бастаған уылжыған жас өспірім қыз еді. Жас жанына арман етер ләззат, құмар, пәк сезімі әлі ояна қоймаған. Дүниеге таңдана қараған Құралайдың лағындай әлі қайғы қасіретті көрмеген жаудыр көздерімен бар әлемге шаттана сене көз тастайтын.
Адам біткеннің бәрі оған кілең парасатты аяулы көрінетін. Олардың ішінде сенің нәзік сезіміңді түсінбейтін қанды ауыз қасқыры, қабаған төбеті бар екенін білмейтін. Ал қызға сырттай қызығып, құмар болып айттырған жәдігер тоқал қалыңдығын алар кезде де қатты сырқат еді. Бірақ құмар көңіл маза бермей, өзінің сырқаттығына қарамай, қызды алып келуге кіші баласы ерке құланды бас етіп бір топ жігіттерді жіберген. Тоқбұқа балаларының кәрінен сескенген тан бойын жайлаған құда жағы қорланса да амал жоқ. Қыздарын келген жігіттерге қосып ұзатып жіберген. Бірақ дәм бұйырмаса ештеңе істей алмайсың. Жігіттер қызды ақ отауға кіргізе бергенде аңсай күтіп жатқан жәдігердің жүрегі кенет қабынып кетіп, ол дүние салған. Осылай келіп болып, оң жақтағы шымылдыққа кірген, бірақ жар төсегіне жатпаған ажар әйел болмай жатып жесір болды. Қалың малы төленген деп, Тоқбұқа тұқымдары оны еліне қайтарып жібермеді. Енді амал жоқ, жас қыз балаға жесір атанып қара жамылуға тура келді. Әрине, сұлтанның асын бергенше жас жесірге ешкім тимеді. Қара жамылған күні бітіп, бірте-бірте есін жиып, жазшыға ажар жаңадан түлеген қырдың қызыл түлкісіндей бұлаңдап құлпырып шыға келді. Бұл бұрынғы ажар емес еді. Бұрынғы ұяң тартқан жаудыр көздерінде қазір ойнақшыған үміт бар. Бұрынғы тал шыбықтай бұралған нәзік денесі де қазір жарысқа түсуге жарылған бедеудей ысылып сымбаттана қалған. Ажар ең алдымен қайнағасы Әділгерейдің көзіне түсті. Мықын тұсы бұралып, аяғын былқ-сылқ басқан жесір келіні 60-қа таяп қалған қайнағасының көзінің жауын алды. Ұйқысын бөлді. Қоламтадай сөнуге айналған көңіліне кенет шоқ түсті. Мұсылман дініндегі Әділгерей Қырым имамының алдына шариғат заңын кесе көлденең тартып, әмеңгерлік қақымен інісінің тоқалын өзі иеленбек болды. Имам Әділгерей жапқан құндыз ішіктің жағасын бір қолымен ақырын ғана сипай отырып, Құран бетіне қарады. «Я», деді ол, «келініңді алуға шариғат қосады, некелеріңді қиюға мен дайын, тек келініңнің жарайды деген сөзі керек. Құранның мына бір сүресінде күйеуінің соңында қалған мирасқорларынан кімді қалайтынын жесірдің өз еркіне берілген. Келініңіз бөтен қайындарының біреуін тілемейтін болса, онда жолсыздікі». «Жоқ, оның менен бөтен ешкім тілеуге хақы жоқ», деді сазара қалған Әділгерей. «Жәдігердің жалғыз ағасы менмін. Тоқбұқаның шаңырағында менен үлкен жоқ. Әмеңгерлік жол менікі». «Жәдігердің 5 інісі бар емес пе?» деді қатыгездігімен бүкіл Қырымға аян Әділгерейдің шымбайына тиіп кетпейін деп абайлап сөйлей имам. «Әрине олар сіз тұрғанда ағасының жесірінен үміттенбесе керекті». «Үміттен көрсін», деді қанын ішіне тартып алған алпамсадай Әділгерей. «Бірін қалдырмай өз қолыммен бауыздайын». Имам Әділгерейдің ажарды тым ұнатып қалғанын түсінді. Сөйтсе де шариғат жолын бұза алмады. «Мен сізді өте құрметтеймін, сұлтан», деді имам. «Бірақ сізден гөрі маған шариғат жолы қымбат. Бәріміз де пендеміз. Алла тағаланың хақ жолынан таюымызға хақымыз жоқ. Сол себептен жесірдің өзінен сұрайық». «Ал егер ол көнбесе ше?» деді әлденеден сезіктенген Әділгерей. «Неге көнбейді сіздей адамға?» Имам сәл күмілжіді. «Әлде күмәніңіз бар ма?» Әділгерейдің шынында күмәні де бар еді, бірақ ол имамға бірден ақтарыла қалмады. «Жарайды, кісіңізді жіберіңіз», деді ол. Имам жіберген абыстайлар ажарды таба алмай қалды. Ал бұл кезде Қырымның қалың бау бақшасының арасында 2 жас отырды. Бірі ажар еді, екіншісі Жәдігердің туған баласы, кенжесі Ерке құлан болатын. Ерке құлан ат жақты ақ құба келген сымбатты жігіт.
биыл 25-ке шыққан. Махаббат деген бір аққу құс қой. Оның ұшар көгі, қонар көлі тек өз жүрегінің соғуы. Осы жүрек ерке құланның да кеудесінде өз бетінше соққан, өз бетінше қуаныш тілеген. Ал ерке құланның сол жүрегі қалаған қуанышы да, сол соққан жүректің тынысы да тек ажар еді. Махаббат деген ұлы дін. Оның өз ережесі, өз шарты бар. Ол бөтен діндердің жолын, шариғатын қабылдамайды. Тек өз шариғаты ғана оған заң. Міне осы ұлы дін, махаббат, ақыл сезімдері лаулай жанған екі жасты өз заңына, өз шариғатына көндірген. Сол себепті көптен бері ғашық болған екі жас имам абыстайлар жіберген күнгі түнде қалың тоғай арасында кездескен. Бұлардың екеуінің де жүректерінде, кеуделерінде тек құмарлық деген жалғыз ғана от өрбіген. Сол күні түні екі жастың бұдан бұлай қарайғы арманы мәңгі бақи